Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге бауыр тортының жасалуын үйрететін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен блендермен бауырды езіп аламыз. Түйіршіктер мүлде болмауы керек. Бауырымызды езіп болғасын біраз қасық тұз салып араластырамыз. 2 жұмыртқа, сүтімізді құямыз, сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды салып, сұйық қамыр етіп аламыз. Қызып тұрған табаға блины сияқты пісіріп аламыз. Бәрін жақсылап пісіріп болғасын начинкасын дайындаймыз. Кішкене табаға сұйық май құйып, сарымсақты, үккіштен өткізілген сәбізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Мінекей начинкамыз дайын болды. Енді чеснокқа майонезді салып араластырамыз. Енді бауырымызды қойып, майонезді жағып шығамыз. Сәбізімізді саламыз. Және бауырымызды қоямыз. Осылай торт етіп аламыз. Мінекей тортымызды жинап болдық. Енді бетін осылай майонезбен әсемдеуге болады, немесе қайнаған жұмыртқаны үккіштен өткізіп әсемдеуіңізге болады. Мінекей бауыр тортымыз дайын болды. Өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.